Бәріне сәлем. Бүгін біз химия сабағынан физикалық және химиялық өзгерістер туралы анық анықтама алатын боламыз. Бізде жалпы сабақтың мақсаты осы құбылыстардың айырмашылықтарын, ұқсастықтарын ажырата білу. Жалпы бізде құбылыс дегеніміз не? Құбылыс дегеніміз ол бізде табиғатта, жалпы күнделікті өмірімізде болып жатқан процесс. Осы процесстер бізде физикалық және химиялық деп бөлінеді. Яғни біз физикалық құбылыс не, химиялық құбылыстың не екенін ажырата алуымыз қажет. Біз физикалық құбылыс дегеніміз, оның анықтамасын келетін болсақ, заттың тек сыртқы пішіні, агрегаттық күйі ғана өзгереді. Құрамы ешқашан өзгермейді. Мысалы айтайық, судың мұзға айналуы, шымның сынуы, ағаштың кесілуі мысалы үшін. Ағашты біз кесеміз, дәл ортадан кесейік, немесе жартысынан кесейік, бірақ та ағаш сол күйі қалды, тек қана пішіні ғана өзгерді, құрамы сол ағаш болып қалды деген сияқты. Қағаз жырту, дәл сондай мысалда, бұл құбылыстарда жаңа зат түзілмейді, яғни сол нәрсе, сол ағаш болып қалды. Ал бізде химиялық құбылыс дегеніміз не? Химиялық құбылыс дегеніміз біздің заттың бастапқы қалпын жоғалтады, жаңа бір затқа айналады. Бұл құбылыстың арқасында бізде химиялық реакция жүріп отырады, яғни жаңа бір нәрсе пайда болады екен. Мысалы айтайық, темірдің тот басуы. Тот басып қалған темірді біз қайта темір қыла алмаймыз. Қанттың жануы, тамақтың ашыған, мысалы үшін, сүттің ашып айран болғанымыз, айраннан сүт қайта шығара алмаймыз ғой. Яғни біз жаңа бір нәрсенің пайда болуын біз химиялық құбылыс деп айтатынбыз. Яғни мұнда жылу бөліну, түстің өзгеруі, газдың пайда болуы, бөлінуі деген сияқты құбылыстар бізде көрінеді екен. Жалпы бізде молекулалық деңгейде көретін болсақ, физикалық құбылыста молекулалар мен атомдар өзгермейді. Сол күйінде тек қозғалып, аударылып отырады екен. Ал бізде химиялық құбылыстарда атомдар қайта түзіліп, молекулалар бұзылып отырады. Ал бізде энергия өзгерісіне байланысты айтатын болсақ, мысалы үшін, мұз еруі кезінде жылу сіңіріледі, яғни мұз бізде қашан ериді, яғни ол бізде жылу болған кезде ериді. Химиялық құбылыста не болады? Яғни химиялық құбылыс жүру үшін бізде үлкен бір энергия керек, жарық керек, яғни ол бізде жылу бұл жерде сіңіріліп отырады. Бұл процесте экзотермиялық немесе эндотермиялық болуы мүмкін, екі жолда болуы мүмкін. Оны біз тек қана экзотермиялық болады деп айта алмайды екенбіз. Қазір сіздердің алдарыңызда менің видео сабағым тұр, яғни соны бірге тамашалайық. Яғни бұл жерде марганцовканың еруі, яғни үстіне пероксид қосылып жатыр, яғни жаңа бір реакция, экзотермиялық реакция жүріп жатқан байқаймыз. Бізде бу пайда болды, яғни бұл жерде біз байқаймыз химиялық құбылыстың жаңа бір деңгейі көрініп жатыр. Яғни бұл мысалда тоже марганцовка құйылды, үстіне мысалы үшін сіңіркені жаққан кезде ол жерде біздің оттың жануы, яғни жаңа бір құбылыс, химиялық құбылыстың пайда болғанын байқайды екенбіз. Заттың агрегаттық күйі деген нәрсе бар. Яғни бұл біздің агрегаттық күй дегеніміз бұл заттың физикалық күйі. Ол бізде мысалы үшін қатты, сұйық, газ күйінде болады. Яғни олар бір-бірінен өтіп, сол деңгейге жетуі де мүмкін, немесе бірден қатты күйде болуы мүмкін, немесе сұйық күйде, немесе газ күйде болуы мүмкін екен. Яғни біз бұның әр қатты, сұйық, газ күйіне анықтама беріп өтейік. Яғни мысалы үшін қатты күй дегеніміз не? Бұл жерде бөлшектер өте тығыз орналасып отырады. Тербелмей қозғалыс жасалып отырады. Нақты пішіні мен көлемі болады. Мысалы айтайық, мысалы үшін біздің мұзымыздың, теміріміздің, тұзымыздың жалпы құтта қандай болатынын білеміз ғой, тұз құтта қандай болады. Яғни біз ірі тұз болғанмен оның кішкентай бөлшектері жасалғанын білеміз. Сұйық күй дегеніміз не? Бөлшектері жақын, бірақ еркін қозғалып отырады олар. Нақты көлемі бар, бірақ пішіні ысыға байланысты өзгеріп отырады. Мысалы үшін біз сүтті майдалайық, мысалы үшін біз 1 литрлік баклажкаға 1 литр су ғана сыяды ғой, одан артық сыймайды бізде. Яғни біз 2 литр суда келіп 1 литр баклажкаға құя алмаймыз. Яғни оның бізде ыдыстық пішініне қарай өзгеріп отыратындығын есте сақтауымыз қажет. Одан кейін бізде газ күйі, бөлшектері бір-бірден алшақ орналасады,
еркін ретсіз қозғалып отырады екен. Нақты пішіні көлемі де жоқ, берілген кеңістік толықтырып отырады тек қана. Мысалы үшін бізде ауа, ауаны біз 1 литр немесе 1 грамм деп ала алмаймыз. Себебі ол кеңістікте жүреді. Біз оны просто еркін қозғалатындығын, ауаның болатындығын білеміз тек қана. Мысалы үшін ауадан басқа сутек, оттек деген сияқты біздің газдар жатады екен. Жалпы біз осы именно тақырып үшін қызық деректердің біреуін алайық. Біздің тыныс алуымыз химиялық құбылыс екен, Біз мысалы үшін оттек пен глюкозаны реакцияға түсіреміз, одан кейін біз энергия мен көмірқышқыл газын бөлеміз. Яғни бұл жерде біздің демалып дем шығарғанымыз химиялық құбылысқа жатады екен. Ал біздің терлеуіміз ше? Біздің терлеуіміз, теріміздің булануы физикалық құбылыс. Себебі біз тер шығарамыз, оны сол тер су болып тұрады, и все. Біз одан жаңа бір нәрсе шығарған жоқпыз. Яғни сондықтан бұл бізде физикалық құбылыс болып саналады екен. Жалпы біз сендерге сұрақ, су бір уақытта 3 күйде бола ма? Ойланып көрейік. Егер де ойланып шыққан болсаң, видеоны тоқтатып қой да 3 секундтан кейін маған жауабыңды айт. Енді ойланып болсақ, су табиғатта бір уақытта 3 күйде болады. Қалай, Мысалы, Антарктидада ол жақ бізде мұз болады, Жерде жатқан мұз бұл бізде қатты күйде болады, Мұз еріп ағып жатқан кезде сұйық күйде болады. Ал ауаға көтерілген кезде бу немесе бұлт ол бізде газ күйде болады екен. Яғни бір ғана зат, мысалы үшін су табиғатта қатты, сұйық, газ күйінде қатар кездесіп отырады. Яғни ол біздің агрегаттық күйдің нақты мысал ретінде алсақ болады екен. Жалпы біз қазір ұлттық құндылықтарымызды сабақты қорытындылайық. Яғни қай құбылысқа жататындығын сен бірінші ойлан, Алтынды ерте білмеген іртер, теріні илей білмеген шіртер. Бұл бізде физикалық құбылыс па, немесе химиялық құбылыс па? Екінші сұрақ. Ақыл арымас, алтын шіремес. Үшіншісі. Темірді қызған кезде соқ. Төртіншісі. Бір құмалақ бір қарын майды шіртеді. Бесіншісі. Ол бізде мезгіл жеткенде мұзда ериді. Жауаптардың дайын болса, оның біз дұрыс қателесін білейік. Біріншісі, алтынды еріту ол бізде физикалық құбылыс, темірді соғу бізде физикалық құбылыс, мұздың еруі бұл тоже физикалық құбылысқа жатады екен. Химиялық құбылысқа бізде терінің шіруі, майдың шіруі жатады. Яғни біз тері шіріп кетсе, оны біз қайта тері қыла алмаймыз, майды шіріп кетсе, біз оны қайта бастапқы май күйіне әкеле алмайды екенбіз. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін өздеріңіз сұрақтарың болса комментарияға жазып кеттіңдер. Бүгінгі сабақ осымен тәмам.